Кеш жарық қалдарыңыз қалай? Аман есен жүріп жатсыздар ма? Bir демалысқа жетіп, әйел байғыз жырғап, бала шағаның кір-қоңын жуып, үйін тазалап, қонағы болса шақырып алып жатқан шығар. Біз үшін демалыс деген жоқ қой жалпы. Жалпы жексенбі күн біз ұсына түсіп демалысы екен деп телевизор көріп жататын қатын жоқ шығар бұл өмірде. Панкейк санкейктің керек жоқ, жаңа жұмыртқа қымбаттап кетіпті, керек емес. Ештеңе пісірмей-ақ қойшы, айналайын. Жұмыртқа жеу деген бітті уже. Саған қаяқтың жұмыртқасы? Жұмыртқа қымбаттап кетіпті ғой, масқара болып. Өлә, енді торт қымбаттамаса болды енді. Құдай біледі, жұмыртқаны өздері туып атқандай қымбаттады де. Жұмыртқа дегеннің барлығы қазір ішінің бәрі сарысының бәрі әппақ болып, анау инкубатордың несінен шығып жатыр ғой, тауық туып атқан жоқ, бағып қымбаттатасыңдар, Өткенде ауылға бардық, бір жұмыртқа сап, кішкентай бір зуала қамыр елесек, сап-сары, ой Аллай. Көзіміз ана жұмыртқаға үйреніп қалған ғой, ойпырмай мынау не сұмдық деп, әжептеуір шошиды екенсің. Одан мыналарға қайнатып берген бір жұмыртқаның өзін асқазандары көтермей өліп қала сақтады ғой, ауырып. Өлә, біз байқұста ана өтірік жұмыртқаға инкубатор неткен бір пәледен шығатын жұмыртқаға үйреніп аппыз ғой. Құдай біледі, жақында не жеп жатқанымыз білмей қаламыз. Ненің түрі қандай болатынын білмей қаламыз. Ана кіші балам әуелі мынау жұмыртқа емес деп қылды. Өтірік тамаққа өзіміздің етімізді үйреніп келе жатыр. Енді жай-жайлап қымбаттата бересіз, сайлаудың алдында кішкене жұмыртқаны қымбаттатпай қоя тұрмадыңдар ма? Мемлекеттік маңызы бар бірдеңе болайын деп жатқан кезде бәрін қоя тұратын бірдеңелерің бар еді ғой, соны неғып істемедіңдер, Ойдағы есіме түсіп, өзім күліп біресе жынданып отырмын. Мен сияқты әйелдер бар ма деп сұрайын дегенім ғой. Мен жаңағы тормыз жоқ әйел болып кетем ғой, кейде жаңағы әңкілдеп, арсалаңдап, дараңдап кетемін. Сондай кезде күйеуім маған көзін алақтады ғой. Соны түсінбей қаламын мен. Еліне отырсыз, не болды дей салуым мүмкін? Не білдірдім деп ішімен ойланып, Құдай-ай, настроением сразу түсіп кетеді. Құдай не айтып едім жаңа деп. Бәрін саралайын деп, миым ағып кетеді. Не дедім мен? Ойбай, сосын үйге келгенше жүрегім тарсылдайды. Үйге келгеннен кейін жаңаға жауап беру керек болады ғой. Сонымен ол да айтады, жаңа жерде нағып сен өзің бір көпіп отырсың, Нағып елдің қатын дауыс шыққан жоқ қой. Вообще елдің қатынның күлкісі естілмейді дейді. Жаңағы әңгіменің арасында араласпай-ақ қойсаң да болатын еді дегендей қылады ғой. Енді ауыз сөйлеп қалғаннан кейін қиын ғой. Қайтып отырасың. Одан жаңа жерде тойда ойын болады, би болады, ой арсалаңдап кетем мен. Билегім келеді. Шығып ап, биді жіберіп атқан кезде көзбен қаяқта жүр екен деп қарап қоясың еще. Үйге барғаннан кейін әңгіме болатын бәрін біліп тұр ғой, іш сайрап тұр. Бірақ мына көкейдегі жастық билеткісі келіп, осы тек өсіп тұрмыз. Хай далада екен деп сойып атқан кезде кіріп қалса жаймен. Сонда да келе жатқан кезде өліп қапсың ғой, өлгенде көрген бір тойын ғой дейм аға. Ата бабаң қалырдан кейін туысқаның ғой дейм, өлгенше биледің дейді. Не қылды? Той болғаннан кейін билеу керек деп жасыпай қатын болса. Мен сияқтылар бар ма деймін да. Кейбір қатындар отырады бірақ, мен сияқтының бір 20%-ың бар шығарсыңдар. Қалғандар өз-өзін ұстап, байыппен, олар байларын аңдып отырады. Сен жаңа жерде неғып битіп айттың, неғып ана жерде сөйтіп айттың. Өшім Құдай өзі қосады екен ғой, бір саумен бір жынын қосып қояды екен ғой. Сонымен анау бұлай дейді, мынау бұлай дейді. Сонымен екеуің бірдей жаңағы әңкіл деген жынды болсаң, вот сонда быт-жыт болады. Ай, екі тымпиғандарды да көрдім мен, байда қатыны да отырады тымпиып. Не үшін келеді солар? Сынау үшін келеді. Өзімізге би болса болды. Әңкілдеп, әңгіме айтып, әңгімен жарасып қалжыңдап отқанға не жесін, тымпиып отқанда не пайда? Баяғыда атам қазақ деймін, қыздарын тұрмысқа жібереді екен, жібергеннен кейін төркіндеу деген болады екен. Төркіндеу 1 жылдан кейін қыздың бойына бала біткенде, немесе босанғаннан кейін сәт салтанатымен жөн жоралғысымен төркінге аттанады екен ғой. Жаңа қасына ат қосшы демей-ақ қойын енді. Қасына қайын сіңілісі бар, қайнысы бар, ойшым туысқандарынан алып, мынаяқтағы құдаларға бара жатсың ғой енді деп анау-мынаусымен бірге бүйтіп барады екен ғой. Содан аяқта төркіні күтіп алып, оларды да жаңа келген жиен болса атын мінгізіп, қызын үлдемен бүлдеге орап, барғанның бәріне киім-кешек сыйлығын беріп, былай қарай қайтарады екен ғой. Төркіндеу деген 1 жыл толғанда бірақ болады екен. Біздің қыздар қазір күйеуге тез-ақ төркін дейді ғой.
бір аптадан кейін ойбой шеше де өліп отыр, әке де өліп отыр, қызын сразу қонаққа шақырады. Сағынысып үлгермейсің, жетіп барасың. Сені күтіп отыр, ойбай жүрегі лүпілдеген шеше, әке бәрі. Бір аптаның ішінде қызы өзгеріп кеткендей күтеді. Жоқ, енді заман дамыған, о заманда не жоқ, жаңа техника дамымаған, мен ойлаймын, айдалаға кеткен қыз қайта-қайта келемайды ғой деп. Қазір техника дамыған, видеомен де звондайсың, мәшине зырылдап жетіп барады. Сондықтан да енді өзгерген шығар, бірақ салт-дәстүр қалып бара жатыр. Сіздер қай уақытта төркіндедіңіздер? Қанша уақыттан кейін төркіндеріңізге бардыңыздар? Бір жыл ешкім күтпейді енді, оған гарантия. Батысқа кетіп қалсаң да келеді енді, бір айдан кейін ше. Өзімізде бір айдан кейін жетіп бардық қой, оны өзімізше болмай-ақ қояйық енді, рас ол. Қазір ана күйеуге тиген қыздар видеодан көріп отырмын, ертесінде уже үйінде отыр ғой.